Ақша мақсат емес, құрал. Көп адам ақшаны тек байлық деп түсінеді. Бірақ шын мәнінде ақша сенің ойыңның, еңбегіңнің, тәртібіңнің және жауапкершілігінің айнасы. Ақша сені жақсы да, жаман да ете алмайды. Ол сен кім болсаң соны үлгі етеді. Ақшаға деген дұрыс көзқарас өмірді өзгертеді. Егер сен ақшаны жек көрсең, ол сенен қашады. Егер ақшаны тек армандап, бірақ әрекет етпесең, ол келмейді. Ал егер сен ақшаны адал еңбекпен, пайда келу арқылы табуды мақсат етсең, ақша өзі жол табады. Бай адам бір күнде бай болған жоқ. Оның артында ерте тұрған күндер, бас тартылған демалыстар, ешкім көрмеген еңбек, ешкім сенбеген армандар бар. Ақша тек еңбек еткенге ғана емес, ойлай алған адамға келеді. Қалай табуға болатынын іздеген адамға, мүмкіндік көре білген жанға келеді. Біреулер ақша жоқ дейді, ал біреулер сол жоқ жерден жол тауып алады. Ақша сені бұзбайды, ол сені ашады. Егер жүрегің таза болса, ақша сені қайырымды етеді. Егер мақсатың айқын болса, ақша сені еркін етеді. Егер ниетің дұрыс болса, ақша сені Аллаға жақындатады. Себебі садақа, көмектесу, жақсылық жасау бәрі мүмкін болады. Ақша үшін ұялу кедейліктің алғашқы белгісі. Ақша сұрау емес, ақша таба алмауға ұялу керек. Өзіңді дамытпаудан, мүмкіндігіңді қолданбаудан, уақытыңды босқа өткізуден ұялу керек. Бай болу күнә емес. Кедейлікті ақтау қате. Нағыз байлық табысың мен иманың бірге өсуі. Бүгін сен баста. Аз табыс сылтау емес. Шағын қадам үлкен жолдың басы. Бір идея, бір әрекет, бір тәртіп ертеңгі өміріңді өзгертеді. Ақша сенікі болсын, бірақ сен ақшаға құл болма. Ақшаны басқар, сонда өмірді басқарасың. Құрметті достар, каналыма тіркеліп достарыңызбен бөлісіп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды.